беріп, жарты сағат уақыт. сосын мүмкін басқа уақытты да тағы тауып Сіздің жатамыз. Мен сіздің сұрақтарға байланысты үштілділік тіл мәселесі. Так, мүмкін болса мен кітап берейін сізге. Осы мәселеге байланысты біраз мақалалар бар. Өз кітабым. Алып қарасаңыз, біраз сұрақтарыңыз сол жерде табасыз деп ойлаймын. Мүмкін болса, алып алыңыз. Жақсы. Айтжан ағамда, жалпы сіз бүгінгі елдегі тілдік жағдайды сипаттап өтсеңіз, жалпы сондай бір сұраққа жауап беріп, соның ішінде мүмкін қандай себептер әсер етіп жатқан қазіргі тіл жағдайына, жалпы қазіргі тілдік ахуалды қалай сипаттайсыз? Біздегі тілдік ахуал шыны керек қиын. Бірінші, бізде ең үлкен қиын дүние әлі де орыс тілінде сөйлеу бір білімділіктің көрінісі. Орыс тілін білмеу ұят. Қазақ тілін білмесе ұят емес. Орыс тілін білмесе де сөйлесуге тырысып, жанын салып сөйлеу бір мәдениеттіліктің көзқарасы. Қазақ тілінде сөйлеудің бір көп топ орында қазақ тілінде сөйлеуден қашатын психология бізде әлі ауыр. Яғни кезіндегі қазақ тілінде орыс тілін білмейтіндерді мәмбет деген құлдық психология буын жаңарғанмен келесі буынға да өтіп кетті. Қазір бізден кіші буынның өзінде әлі ол психология бар. Яғни өзін бір орыс тілінде сөйлеу арқылы өзін бір білімді көрсету психикасы басым. Не әсер етіп отыр сонда? Қандай факторлар әсер етіп жатыр сіздің ойыңызша? Экономикалық, саяси? Бұл бұрынғы инерцияның, бұрынғы үлкен буынның әлі келесі буынға мүмкіндік бермеу деп ойлаймын. Яғни бізде соңғы 40 жылға жуық уақыт ешқандай буын жаңарған жоқ. Билікте болсын, басқа да болсын, буын жаңарған жоқ. Бұл буынның жаңармауы сол бұрынғы инерцияның өмірін ұзартып жатыр. Яғни инерцияны жалғасты алып кетіп жатыр, келесі буынға өткізіп тастап жатыр. Бізде университеттерге қарасаңыз, университеттерді білетін шығарсыз. Лекторлардың дені 70-80-дегі кісілер. 60-70-80-дегі кісілер. Шыны керек. Қай кафедра, қай факультетқа барсаңыз да, қай университетке барсаңыз да, негізгі профессорлық қауым үлкендер. Ал олардың көзқарасы қандай көзқараста өмір сүрген қауым? Олар коммунистік көзқараста орысты ұлы деп дәріптеп өсірген, ортада өскен қауым. Яғни бір коммунизмдік өтірік саясаттардың құрбандығымен көбірек сусындаған қауым. Кәсіби білімдері әлдеқайда терең шығар, бірақ өмірлік көзқарасы кеңес одағымен байланысып қалған көзқарас. Енді бізде 30 жылда енді жаңа ұрпақ өсіп келе жатыр. Енді қазақ және орыс мектептері бар. Жаңа ұрпақты тәрбиелеп жатқан кім? Қазіргі қоғам және қазіргі білім жүйесі қазақстандық. Қазіргі бізде тәуелсіз Қазақстанның ұлттық тәуелсіз білім жүйесі, қазақстандық білім жүйесі қалыптасты деп мен айта алмаймын. Білім саласының сарапшысы ретінде, маман ретінде бізде әлі таза тәуелсіз қазақстандық білім жүйесі қалыптасқан жоқ. Біз қазір білім жүйесінде бір өтпелі кезеңдеміз. Яғни не бұрынғыдан айырыла алмаймыз, не жаңа дүниені қабылдай алмаймыз, ортасында тұрған қауымбыз. Сондықтан біздің қазіргі буын әлі біраз
сіздің ойынша осы қазақстандық ұлттық білім беру моделі қандай сонда? Идеалды тұрғыда, или сіздің моделіңіз қандай сонда? Дәл қазірге болып жатқан ба? Жоқ, жалпы қандай болу керек негізі? Бізде ұлттық білім жүйесі қалыптасу керек еді. Мысалы, әлемде модельдер бар, мысалы, Фин моделі деп айтылады, Финляндияның өзінің моделі, өзіміз елдің бәрі айтатын Жапонияның моделі бар, Жапон моделі. Қазір соңғы бір 30-40 жылда қалыптастырып алды Қытайдың өзінің білім беру моделі. Еуропалық білім моделі бар. Ал бізде не біз кеңестік модель емеспіз? Не шығыстық модель емеспіз? Не ұлттық модель емеспіз? Біз әркімнен бір алған бір құрама моделіміз, шынын айту керек. Сондықтан бізде ұлттық білім беру моделін қалыптастыруымыз керек еді. Оның іргетасы бар еді бізде. Оның іргетасы алаштықтар қалыптастырып кеткен ұлттық білім беру іргетасын ары қарай біз дамытуымыз керек еді. Біз дамыта алмадық. Өкініштісі. Жақсы. Енді осы біз кішкене басқа неге ауытып білім жүйесіне алып кеттік, енді осы білім жүйесінде, енді сіз осы білім жүйесінде көп жылдар істеп жатсыз, сізді танимыз, жалпы сырттан да болсын. Осы жоғары оқу орындарда жалпы білім беру жүйесінде осындай қазіргі кезде тілдердің дамуы қандай мәселелер бар сіздің ойыңызша? Бірінші дүние, ең жоғары оқу орындардағы тілдердің мәселесі бірінші материалдық базасына келіп тіреледі, яғни кітап қорлар деп айтқым келеді. Мысалы, біз рухани жаңғыру тұсында өте үлкен бір дүние жасалды, ол гуманитарлық 100 оқулық жобасы. Бұл тілге ең үлкен серпін беретін Қазақстанның тәуелсіздігінің 30 жылындағы ең үлкен оқиға деп айтамын мен. Біз осының екінші, үшінші этабын жасай алған болсақ, біз тілімізді дамытар едік. Яғни мен екінші, үшінші этап деп отырған, біз 100 гуманитарлық оқулық аудардық қой. Енді 100 жаратылыстану ғылымының оқулығын аударсақ, математикалық жаратылыстану бағытындағы 100 оқулықты аударсақ, 100 техникалық ғылымдардың оқулығын аударсақ, мысалы, мұнай газге байланысты, ядролық физикаға байланысты, мысалы, әртүрлі техникалық саланың, 100 жаратылыстану математиканың саласы, әйтпесе ғылыми педагогикалық бағыттағы бір 100 оқулық аударсақ, бір кемінде Қазақстанға бір 500 оқулықты ағылшын тілінен тіке қазақ тіліне аударған болсақ, біздің тілімізге төңкеріс болар еді, шыны керек. Біздегі ең үлкен мәселе не? Сіз кез келген уақытта зерттей бастасаңыз, іздене бастасаңыз, міндетті түрде қазақ тілді оқулықтар шектеледі. Сіз не орысшаға өтуіңізге тура келеді, не ағылшыншаға, не басқа тілге өтуіңізге тура келеді. Бізде енді қоғамның ағылшындық көзқарасы әлі қалыптасып толық үлгерген жоқ, өзіміз мойындаймыз. Бізде сонда тұтыну көзі қандай көз? Тұтыну көзі орыс тілі, орыс көзі болып тұр. Сондықтан біз әлі ғылым орыста деген көзқарастан әлі арыла алмай отырмыз. Орыстардың өзінің ар жақтан аударма ертіп алып жатқанын қабылдай алмай отырмыз. Сіздің ойыңызша енді бұл жоба неге тоқтап қалды, немесе ол әлі алда ма, болашақта әлі алдырыла ма? Бұл жоба тоқтады. Ұлттық аударма бюросы білім және ғылым министрлігімен өзінің соттасып жатқандығын да жариялады. Сонымен бірге, мен 2019 жылы жазда ғой деймін, өтірік айтпасам, 2019 жылы жазда, 2019 жазында 19 шілде күні мен білім министрі Асхат Аймағамбетпен кездескен кезде бұл мәселені айтқан. Біз осының жаратылыстық ғылымдары үлгісін жасайықшы. 100 жаратылыстық ғылым. Мысалы, оны химиядан аударылар, оны физикадан аударылар, оны биологиядан аударылар, мысалы, оны математикадан аударылар. Біз 100 жаратылыстық ғылымдар форматын ұсынайықшы келесі деп. Бірақ бізде тілді бір қатты дамытуға
білмеймін, билік жағынан құлықсыз шығар деп ойлаймын. Орта білім беру жүйесінде де сондай мәселелер бар ма? Мектептерде оқулықтар бойынша қазақ тіліндегі оқулықтар жаңа сіз айттыңыз. Бұл енді біз білеміз университетте. Тұтас білім жүйесінде бар. Тұтас білім жүйесінде бар. Мысалы, орта мектептің деңгейінде, оқулық деңгейінде, стандарт деңгейде бәрі қазақша мүмкіндік табылады. Бірақ тереңдете оқытайын десең, бәрібір тірелесіз. Жақсы. Мысалы, қосымша әдебиеттердің қаншасы қазақ тілінде және қаншасы қазақ тілінде сапалы деген дүние маңызды. Ал егер бағанағындай 100 оқулық сияқты түп нұсқадан қаншама қаржы бөліп, арнайы үлкен бюро жұмыс істеп аударатын болса, ол сапалы шығады, ол мүлдем басқа. Ал жеке бір адамның отырып аударып жазғаны, ол екінші дүние. Жалпы келісем, бірақ та меніңше 100 оқулықтың өзі де аз болып тұр ғой. Бұл енді жүйелік тұрғыда. Жоқ, енді жоқтан жоғары деген сөз ғой, жоқтан жоғары. Бізде қазір жоқ қой. Жоқтың қасында 100 оқулық деген едәуір. Жоқтан көру сол да жақсы. Жақсы, рахмет. Енді осы бүгінгі күні осы бізге тілдің үйренушіге қатысты осы этносаралық жанжал туралы, әлеуметтік жанжал туралы осы тілге байланысты туындауы мүмкін бе сіздің ойыңызша қазіргі кезде? Қандай тілдер арасында болуы мүмкін? Яғни қазақстандық тілді оны үйренушіні құрметтемеу салдарынан. Жоқ, бұл жерде мынандай нәрсе да, бізде қазақ тілінің болашағына орыстар түгілі қазақтар сенбейді. Өзге ұлт түгілі қазақтар сенбейді, шыны керек, қазақ тілінің болашағына. Содан кейін бұлда бізде тілдік жанжал, әйтпесе этносаралық жанжал туылады. Егер қазақ тілінің болашағына шынайы басқа жұрт сенетін болса, этносаралық жанжал, әйтпесе тілдік жанжал туылмайды. Мен осыдан 3 жыл бұрын жазған мақалам бар. Орыс мектептеріне баратын қазақстандықтарға жаным ашиды деген. Естіп оқыдым. Бұл жерде мәселе осыда, неге өзге ұлттар, мысалы біздегі не дейік, ұйғырлар, дүнгандар, шешендер, неге баласын қазақ мектебінде оқытпайды? Неге баласын орыс мектебінде оқытады? Сіз қазақ мектебінде оқитын тауып беріңізші, сол өзге ұлттардың баласын. Өте аз. Неге? Өйткені олар қазақ тілінің болашағына сенбейді. Ал орыс тілінің болашағына сенеді. Осыдан барады да, олар қазақты сыйламайды, орысты сыйлайды. Сондықтан бір ғана дүниеде, егер біз тілдік үстемдікті қоя алсақ, тілдік заңды орындата алсақ, онда мектептің проблемасы да басқа проблемаларда бір-ақ күнде шешіледі. Біз бірақ өзіміз жасап отырмыз, өзіміз проблема шығарып отырмыз. Ұлтаралық проблеманың бәрі біздік тілдік проблеманың нәтижесі. Ол жерде аралас мектептерінде мәселесі шешіледі деп ойлайсыз, иә? Әрине, бір-ақ күнде шешіледі. Ұлттық жанжал мәселесі, аралас мектеп мәселесі, мәселе бір-ақ күнде шешіледі. Егер тіл туралы мәселені шеше алсақ. Ал тіл туралы мәселені шешу, Русияға барып, мемлекеттік іс қағаздарды қазақшалауға барып тіреледі. Мысалы, бір ғана бұйрықпен реттей салуға болатын не? Президент кез келген заңдық нормаға. Мен қазақ тілінде қол қоямын, ары қарай орыс тіліне өздерің аударып қолдана беріңдер десе болды. Яғни, мысалы, сіз кез келген жерге барыңызшы, кез келген, мысалы, сіз банкпен барып келісімшартқа отырыңыз, 2 тілде болады, иә? Мысалы, 2 тілде келісімшарт болады. Бірақ соның ең соңғы тармағын қараңызшы. Егер дау туа қалған жағдайда орыс тілдегі нұсқасы басшылыққа алынады деп тұрады. Сонда сіздің келісімшартқа отырып тұрған қазақ тілдегі нұсқаңыз ешкімге керек емес, формалды ғана дүние.
егер біз мемлекеттік заңның дау туындаған жағдайда қазақ тілді нұсқасына жүгінеді деп президент бірінші мәселе қазақ тіліндегі нұсқасына қол қоятын болса, онда мәселе бір күнде шешіледі. Енді алдағы уақытта енді сіздің болжамыңыз қандай? Осы алдағы 10 жылдықта қазақ тілі мен орыс тілі қалай дамиды біздің қоғамда? Сіздің болжамыңыз? Менің болжамым мынау, жалпы тарихты ешкім жасамайды, тарихты жасайтын ол халық. Сондықтан біздің дәл қазіргі Қазақстанның жағдайында біз бір ғана нәрсе болса егерде, біз Құдай сақтасын, егер біздің тәуелсіздігіміз тұратын болса, аман есен. Тәуелсіздігіміз бүтін тұратын болса, онда 10 жылдан кейін қаласа да, қаламаса да қазақшаласады қоғам. Неге? Қазір қазақтың өсімін беріп жатқан орта қандай орта? Қазақтың өсімін көтеріп жатқан орта қандай орта? Түркістан облысы, Қызылорда облысы, Алматы облысы және Маңғыстау облысы. 4 облыс біз қазақтың өсімін беріп жатқан 4 облыс. Алматы облысы, Түркістан облысы, Қызылорда облысы және Маңғыстау облысы. 4 қандай облыс? Қазақ облысы. 4 қандай облыс? Орыс тілінде сөйлеу білмейтін облыс. Сондықтан енді 10 жылда бәрібір көпшілікке айналады. Ана Шымкенттік Өмір Шыныбекұлы деген бір ағамыз бар, Фейсбуктың үнемі жазып отыратын. Енді 10 жылдан кейін әр отбасының келіні немесе күйеу баласы Шымкенттен болады деп жазып отырады. Күйеу баласы не келіні Шымкенттен болады дейді. Осы сөздің өзі біздегі 10 жылдан кейінгі тарихты айқындап тұратын дүние. Мойындасақ та мойындамасақ та. Шүкір. Жақсы, тағы да бір-екі сұрақ осы қалды біз. Латын қарпіне ауысуына қатысты пікіріңіз, көзқарасыңыз қандай? Қолдайсыз ба? Қолдамайсыз ба? Және қандай мәселелер бар? Латын қарпіне көшу мәселесін қолдаймын, бірақ мен халықтан қорқамын. Мысалы, мен енді өзім мектепті араб қарпімен оқыған адаммын. Араб алфавитімен. Төте жазумен, яғни. Ал маған кириллицаны үйренуге 2-3 ай жетті. Яғни, латынды енгізген жағдайда үйреніп алуға 2-3 ай жетеді. Бірақ қоғамға 2-3 ай жете ме? Қоғам, қазір бізде 2 тіл ғой, берілген құжат 2 тілде жүреді. Кейін 3-ке бөлініп жүрмей ме? Орысша, латын қарпі, кириллица. Егер кириллицаны алып тастап, латын мен орысшаны қалдырса, жұрт орысша түсінікті орысшаға кетіп қалмай ма, латынмен түсінбей? Ол қауіп. Өйткені бізде қазақ тілінің тілдік үстемдігі орнаған жоқ. Мен латын қарпіне көшуіне 2-3 түрлі шарт жағдай жасалған кезде, қос қолымды көтеріп қолдаймын. Ал оған дейін қиын. Бірінші, Конституциядағы 7-ші тараудың 2-ші тармағын алып тастау керек. Бұл ең бір маңызды мәселе. Екіншісі, мемлекеттік іс қағаз тек қана мемлекеттік тілде жазылатын заңдық норма енгізу керек. Үшінші дүние, кемінде балабақша толық мемлекеттік тілде болу керек. Содан кейін барып бұл мәселелерге ойлануға болады.
яғни қазір біз дайын емеспіз, иә? Дәл қазір. Қазір біз дайын емеспіз. Дайын еместіктен бұрын, мысалы, біз әлі мектептегі орыс әдебиетін алып тастауға шамамыз келмей отыр. Орыс тілін емес, мен орыс тілін алып таста деп айтпаймын. Оған шамамыз мүлдем келмейді. Біз орыс әдебиетін алып тастай алмай отырмыз. Неге біз әлем әдебиетінен бөлектеп орыс әдебиетін оқимыз? Қазақ әдебиетін оқимыз және орыс әдебиетін оқимыз. Неге біз түрк әдебиетін оқымаймыз? Неге біз Еуропа әдебиетін оқымаймыз? Неге ағылшын әдебиетін оқымаймыз? Неге именно орыс әдебиетін оқимыз? Егер біз мектепте бағанағы әлем әдебиетін кіргізе алсақ орыс әдебиетінің орнына, онда әңгіме басқа болар еді. Әлем әдебиетін қазақ тіліндегі аудармамен кіргізуге болады негізі. Сондай алғы шарттар бар да, заңға байланысты, мектептегі білім беру жүйесіне байланысты, содан кейін барып латын қарпіне көшуге болатын шығар. Қазір шыны керек мүйіз сұраймыз деп құлақтан айырыламыз ба деп қорқамын. Жақсы, онда тағы да түсінікті, жалпы үш тілділікке қатысты жаңа кішкене айта бастадыңыз. Үш тілдік, көп тілділік реформалар 16 жылдан басталды. Жалпы сіздің позицияңызды былай білеміз, бірақ сонда да қолдайсыз ба, қолдамайсыз, және қандай қазіргі кезде мәселелер бар? Осы үш тілдік енді ресми түрде тоқтатылды ғой, бірақ та біз білеміз, әрине бұл шартты түрде. Үштілділік деген сөзді естісем, мен күлкім келеді. Мысалы, сіз қанша тіл білесіз? 2 тіл білем, толық. Толық 2 тіл білем. Ағылшын тілін енді неміс тілін мектепте оқыдық, ағылшын тілін университетте оқыдық, бірақ сөйлей алмаймыз. Тіл менің көзқарасымда, тіл адамның жеке проблемасы деп ойлаймын мен. Тілге мемлекет араласпау керек. Мысалы, мемлекеттік тілді орнатты ма, одан басқа тіліне адамның басқа тіл үйренуі, мысалы, сіздің бір шаштараздық үйренуіңіз, әйтпесе шопырлық үйренуіңіз сияқты өзіңіздің жеке проблемаңыз болу керек. Сіз мыйла 5 тіл үйретесіз, ол жеке проблемаңыз болу керек. Себебі, мысалы, мен білем, мектепте мүлдем қазақ және орыс тілінен басқа тіл оқымай, бірақ 3 жылдан кейін, 4 жылдан кейін толыққанды ағылшын сөйлеп жатырмын. Достарым да бар. Сонда мемлекет бір тіл үйрету керек па? Мемлекет орта білім бізде мектептер шыны керек. Мен мектептерді айтам. Мектептер бізде тіл үйрету курстарына ұқсайды, мектеп емес. Ол жалпы білім беретін мектеп емес, тіл курстарына ұқсайды, шыны керек. Яғни, мысалы, 3-ші сыныпта аптасына 25 сағат болса, апталық оқу жүктемесі. Соның кемінде 13-і, яғни 50%-дан көбі тілге арналады. Тіл үйретуге арналады. Сонда біздегі базалық білім қайда? Сосын енді сіз мен қателік деген бағдарламамды көрдіңіз деп ойлаймын. Егер не қылсаңыз, адамда ойлау тілі деген болады, сөйлеу тілі деген болады. Қалжыңдап айтатын едік қана, түсті қай тілде көресің деген. Қай тілде түс көресің деген сияқты. Яғни адамның ойлау тіліне ешкім шабуыл жасауға құқы жоқ. Ойлау тілі қалыптасу керек бір тілде. Ал сөйлеу тілді содан кейін 10 тілде өзгертуге де мүмкіндік бар. Болады мүмкіндік. Біз бірақ адамдардың ойлау тіліне шабуыл жасап кеттік. 3 тілдік бағдарламаның ең үлкен кінәсі жұрттың ойлау тіліне шабуыл жасауы. Егер біз жұрттың ойлау тіліне шабуыл жасайтын болсақ, ол қылмыс. Яғни
ағылшын тілін оқытсын, мен қарсы емеспін, орыс тілін оқытсын, қарсы емеспін. Бірақ минимум 5-ші сыныптан басталу керек, немесе ата-ана өзі оқыту керек. Қай уақытта бастайды, ата-ана өзі барып оқытсын. Мемлекет оған ақша бөлмеу керек. Мемлекет экономиканы оған шешпеу керек. Мемлекет базалық білімін қалыптастыру керек баланың. Жаңағы тағы да соңғы сұрақ, бізде уақыт. Мысалы, сіз Американың мектептерін зерттеп көріңіз. Американың мектептерін немесе басқа мемлекеттің мектептерін, осы ТМД кеңістігінен шығып барып зерттеп көріңіз. Мектептегі сағаттың қанша пайызы тілге жұмсалады, тіл үйретуге жұмсалады. Ары кетсе 10-15 пайызы. Бізде 55-60 пайызы тіл үйретуге жұмсалады. Тіл білу білім деп айта алмаймын. 10 тілді біл, бірақ ішің бос болса, бір ғылымды игермесеңіз, әйтпесе бір өнерді үйренбесеңіз, ол білім емес. Не қазақша таза сөйлей алмайтын, не орысша таза сөйлей алмайтын, не ағылшынша таза сөйлей алмайтын қоғамды көріп жүрміз өзіміз. Жақсы. Сонда соңғы қорытынды енді түйіндеп өтсеңіз, не істеуіміз керек қазіргі кезде, қандай ұсыныстар бересіз осы қалыптасқан жағдайды өзгерту үшін, сақтау үшін? Бірінші, мемлекеттік заңды белгілі бір дәрежеде реттеу керек. Екіншісі, білім бағдарламаларын, білім стандарттарын қайта түзеу керек. Үшіншісі, белгілі бір деңгейде қоғамның өзінің принциптері болу керек. Қоғамның өзінің принциптері болмаған жағдайда мына екеуі қозғалады деп ойламаймын. Яғни қоғамның принципі деген не? Қоғамда жекелеген компаниялар, мысалы, жаңылмасам, Асыл тас групп ба, тас кредит компаниясы, Дулат Тастекеевтің. Енді кішкентай компания емес, едәуір үлкен компания, сол тас кредит компаниясы бүкіл құжаттарын мемлекеттік тілде жүргізеді. Естідім, Өздерініңдегі шетелден келген мамандардың өздеріне қазақ тілін оқытып алып барып жұмысқа кіргізеді. Сондай, мысалы мен өзім республикалық қазы білім орталығын басқарып отырған кезде, республикалық қазы білім орталығында бірде-бір орыс тілінде құжатқа қол қойылмайды, орыс тілінде келісімшарт жасалмайды, екі тілде де келісімшарт жасалмайды. Тек қана қазақ тілінде келісімшарт жасалады, тек қана қазақ тілінде оқытылады, тек қана қазақ тілінде жарнамалар беріледі. Не істесе де тек қана қазақ тілінде істеледі. Егер қоғамда осындай принципті компаниялар көбейген кезде, тілдің мәртебесі өздігінен жоғарылайды. Нарық өз реттейді. Ол белгілі бір деңгейде бастапқы кезеңдерде жүк шығады. Келген компанияға қазақ тілінде келісімшарт жасатамын десең, қазақ тілінде келісімшарт жоқ болады. Бірақ саған керек болып тұрған компания өзі жасап алып келеді. Сондықтан қоғамнан белгілі бір дәрежеде принцип күтемін. Айшан аға, рахмет сізге. Бірақ та көп нәрсе әлі айтылмаған сияқты менің ойымша. Сондықтан егер уақытыңыз болса, мүмкін басқа уақытта тағы да кездесіп, тағы да ой қорытып. Жақсы. Өйткені мен қазір 11-де тағы бір кездесуім бар, сондықтан кешірім сұраймын. Жақсы. Сізге рахмет. Осы да үлкен ақпарат болды маған. Жақсы. Сізбен хабарласамыз.